есік ашылады, үй бірден Бангладеш болып кетеді. Төрт аяқ кетіп барады. Мен жатырмын, ойлашы, 500 адам шулап жатыр. Сен Криштиананың шешесісің. Сәлем бердік YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері. Болған оқиға подкасты бүгін бір қызық болайын деп тұр. Себебі дәл бүгін біздің подкастқа қонаққа келіп тұрған әлемде жоқ актер, тележүргізуші, 8 қырлы бір сырлы, жігіттердің тарланы, және де қорылдаудан әлемде 4 дүркін чемпион. Оны мен айтып беремін қазір. Қайрат Әділгерей! Қайреке, қош келдіңіз. Рахмет, Кала. Біздің эфирге, біздің подкастқа. Няшка. Біз бірге, бір үйде тұрған адамдармыз. Сол үшін Бангладеште. Біз оны Бангладеш деп атаймыз. Қайреке Нұрболханның қаншалықты ұрысқақ екенін, менің қаншалықты туалетте ұзақ отыратынды жатқа білетін кісі. Біз түнгі студияда жүргізіп жүрген кезде Кала ойындар докторы болды. Иә, ойындар. Нұрболхан сен? Біз сол квартира неге сетіп қой? Сен берген жататын квартира неге сетіп қой? Аптасына біз үш-ақ рет сататынбыз ол кезде. Жаным, Қайреке, қартайыпсың ғой. Сержандар, Саматтар. Иә. Бұл постоянно ұшып келеді бір жерден. Серьезно, анда қалың портмонес жүреді, ақшасы таусылмайды. Қалың портмонес, сосын бір браслет сағатың болды, қалың. Иә. Еще мен слушаем, но не осуждаем. Бір ақшарлық біткенім бар сенен. Нұрболхан анда еді ғой. Қопарылып жататын. Анда санда бөлік шыққан ұлы мен келініне Бұл ене құсап келетін маған, короче, енді адам ұйықтап жатқанда контроль жасамайды ғой ешқашан. Мен білмеймін, каким-то образом енді адам ұйықтап жатқанда өзін контроль жасамайды деп Жоқ, оның изначально несінен бастап айтайын мен қазір. Короче, каким-то образом қолымды мына іш киімнің ішіне тығып алып. Мен көрсетейін да оны. Монтажбен қояйық да. Мына жерге бүйтіп жатырмын ғой, ойлашы. Қол іш киімнің ішінде ғой полностью. Короче, сөйтіп ұйықтап жатқан фотоға түсіріп алғанда, кейін уже түнгі студия 3 жыл, 4 жыл өтіп кетті уже. Уже бітіп қалған ғой, бүткіл шаруа. Бір заманда Няшка маған лақтырады, Нұрболхан. Фотоны лақтырады. Жоқ, Қайрекеңмен вообще хабарласпай кеттік, короче. Бір моменттерде, короче, вообще связға шықпай кеттік, короче. Сөйтсе маған жазып жіберді ғой. Маған менің жағыма лишний әңгіме айтатын болсаң, бір артық бір қыңқылыңды көрейін. Ренжіме деп жазып. Ештеңе қалайсың демейше, WhatsApp-та шында фото. Бірден звондаған сол. Ау, Нұрболхан. Вообще хабарласпайсыңдар ғой, не болып кетті, қайдасың, брат, бәрі жақсы. Жоқ, қандай ғой, короче. Бұл предысториясын айтайын. Бұл кісі Астанаға келеді да, съемканың кезінде ғана келесіңдер ғой сендер. Сөйтесіңдер бір 2-3 күнге келіп түсіріп кетесіңдер ғой енді бағдарламаны. Бір 4-5 Понедельник, вторник, среда ғой? Иә. 3 күнге келеді да, соған бір апталық съемкалар түсіріп кетеді, короче. И бұл кісі қатты қорылдайды. Өте прям. Бізде андай болды, квартираға ортадан кіресің есіктен, мына жаққа қарай спальняға кетесің да, мына жаққа қарай залға кетесің. Кухня зал. Мына жерде кухня бар. Иә. Кухня қарама-қарсы ванна. Иә, андай, короче, коридордың мына жағы туалет, мына жағы кухня, мына жағы спальня, мына жағы зал, короче. И, короче, бұл кісі келсе, бүкіл адамдар барлығымыз жиналамыз да сол залға қарай қашады. Ана Бангладеш дейтін себебіміз ол жерде Сержан жатады, мен жатамын, Самат жатады, Колобок келеді, Қайрат келеді. И плюс параллельно адамдар бар. Бүкіл КВН бабар келеді, қанатта келіп кетеді. Иә, 2-ақ бөлме ғой өзі. Иә. И мен мына жақта жатамыз, короче, біз спальняда. И Қайрекен келді деген кезде болды. Бүкіліміз залға жатамыз, Қайрекен ғана спальняда жатады, короче. До того қорылдайды, иә. Бұл кісіге бастап атқан кезде кухня, спальняның есігін бір жабамыз. Барамыз да, бәріміз залға барып жатамыз, залдың есігін жабамыз. Сонда да ұйықтан. Залға естіліп атады, оған үйдірілдеп атады, қорылдаған. Ишандай ғой, бүйтеді. Дейді 5 минутқа жоқ болып кетеді ғой. 5 минутқа жоқ болып кетеді да, 5 минуттан кейін барып. Дейді, еманы шошып кетеміз ғой. Кететін сияқты деп шошып. Еш айтамыз ғой, братан демал өтші кішкене андай бейт, демал, ұйықташ дейміз ғой. Жоқ болып кетеді да, бір 3-4 минуттан кейін барып жібереді ғой ананшы. Мен ана кейде өзімнің қорылымнан оянатын ғой ұйықтап жатыр. Шошып па? Иә.
деп ше. И сол Бізде моментте әзіл әлемінде ана гастрольге келеміз ғой, распределение, бөлменің распределениесі болады ғой. Иә. Ерболат, Қайратпен жатасыз. Ей, таста, басқамен жатқыз, братан, басқамен. Қанат Қайратпен, ей, басқамен дейді да, сонымен медетқаны көнеді ғой. Сонда медетті айтады ғой. Түнде ұйықтап жатсам кәдімгідей оянып кеттім дейді, сенің қолыңнан. Десем, бетіме қарап айғайлап жатсың ғой дейді, ұрсып жатсың ғой дейді. Қарама-қарсы арамда. Дегенім ғой, сөйтсем, бір күн түнде оянып қарасам, бетіме қарап айғайлап жатсың ғой дейді. Мен білмедім ғой басында. Басында білген жоқпын. Мен сол спальныйға мен бірге кетіп қалып едім ғой. Спальныйда төсекте бірге жаттық. Қорылдап жатыр, жаймен түстім төсектен төмен қарай. Қорылдар аяқ жағына жаттым. Қорылдап жатыр, сонымен жаймен шығып сендер жаққа барып жаттым. Залға жаттым. И сол моменттерде, короче, бұл кісі бөлек жатады ғой. Сөйтеді да, и каким-то образом жаңағындай бір тексеріп қоятынымыз бар ұйықтап жатқан кезде бұл кісіні. Сол моментте барған кездегі момент жоқ жаңағы анау. Түннің бір ортасында, короче. Ұйықтап жатыр. Тек тұрсымен ғана жатыр. Енді тұрсымен деп айта берейінші. Тұрсымен ғана жатыр. Ана тұрсы бар ғой. Мен ойладым, ана бет сала бергеннен, по-моему, созылып кеткен ау деймін деп ше. Қолын тыға бергенде. Иә, қолын тыға бергенде. Прикинь, мына жағынан салғанда, мына жағынан шығарғанда тұрсының несі мына жерде тұрып қалайын. Сөйтіп, осылайынан ұйықтап жатыр ғой. Плед құсап жамылып. Иә, андай ше, көрпе жетпей қалды ма, фиг знает ол жерде. Мағынан көрем да шошим ғой. До того вист ұйықтауға бола ма не деймін да. Түсінем ғой енді, тұрсың қолың салып ұйықтап жатыр мүмкінсің да былайынан. Ана до того бүйтіп, ананы бүйтіп көрпе деп жамылып ойлап жатыр ма деп, анаған жыртыламда жаймен бар, тоқ етіп түсіріп аламын ғой, короче. И сол қалды, айтқан жоқпын оған, түсіріп алдым деп ше. Мен білмеймін оны түсіріп алғанын. Білмей түсіріп алғанын, короче. 4 жылдан кейін жіберіп тұр ғой. 4 жылдан кейін ба, туфлиң қалып кететін деші. Иә. Туфли емес. Қазір айтам, оған келем оған. Целый зерттеу болған ғой сенде. Мен бұл кісіні бар ғой, келген кезде қорылдағанынан жек көрем, еще ше. Сөйтем да, енді Астанадан көштім ғой мен. Астанадан Алматыға көшіп келем. 2020-да карантинде как раз. И заттарымды шығарып жатырмын ғой, бүкіл заттың бәрін сумкаға саламыз да. Сол күйі алып келіп Алматыда сол сумканы ашамыз да. И заттардың бәрін распределять етеміз ғой, аяқ киімді, киімдерді косметика бар. Аяқ киімді ашамын, мынау менікі, мынау тоқ маржандікі, мынау менікі. И бір туфлиді ашамын. Мен мына туфлиді қашан алдым? Қашан алдым? Мынандай туфли жоқ еді ғой менде деймін да. Деп киіп көрем ше. Қарайым. Вроде нормальный туфли, бірақ алмаған мен ана туфли. Лакированный. Иә, алмаған ана туфлиді мен. И бүйтіп жаймен, бля, мынау нормально, как раз тойға шыққанға нормально екен деймін ғой. Мынандай туфли, бірақ ұмытып кеткен шығармын дедім мен. Киіп көрдім да, айнаның алдында тұрамын ғой, короче, бүйтіп. И былайынан тұрмын ғой, короче, прикинь. Бір аяғым дәу болып тұр да, и былайынан тұрмын ғой. Биік болып тұрсыз ба? Бір аяғым биік болып тұр, бір аяғым кішкентай болып тұр ше. Бір жағым дәу болып тұр ше, былайынан. Шынды ма деп бүйтіп қоямын, еще ше, бүйтіп қоямын да. Неге бұл бүйтіп тұр деймін да, туфлиім шешем да, қараймын, жынды ма деп. Бүйтіп қарап қалсам. Каблогын біреу өзінің оригинал каблогы, екінші каблогында мынандай кәдімгі табан жапсырған ғой ана каблогына ше. Мен всегда сөйтіп жапсырамын ғой. Жапсырады ғой бұл соны. Ема деймін ғой. Сразу миыма түседі ғой сол кезде. Қайрат бізге келіп жүрді, туфлиін ұмытып кеткен. Еще бұны іздемеген де ғой қолды ойлашы. Бай ғой енді бұл жағдайда байналып кеткен. Түнгі студияның ведущий. Сөйтем да сразу Қайрекеңе жібердім. Осыған қайтадан. Туфли түсірім да қайтадан. Мынау сенің туфлиң өсті, қалып қойыпты, әкеле сал деп. Кейін әкеле салдым. Одан кейін мен оны 1 жыл жарым кидім. Бірінші рет Қайрекең сол бір каблугі мынандай екен көрдім да, бір каблугі мынандай екен көрдім да. Мынау не істеп жүр ана? Анаң сынып қалды деп ойлап жүрмін ғой мен. Бұның әңгімесін білмеймін ғой, аяғым әңгімесін. Мен ойлап тұрмын ғой, мынанікі сынып қалды деп. Ұят болды, мынанікі сынып қалған ғой деп сөйтіп жүрмін ғой. Содан кейін жаймен білдік қой, то, что бұл кісі өзі сөйтіп алатын. Балзым бұл Алматыда Адай деген кличкасы Адай болып кетті. Масанчи жақта бір армейский гарнизон бар ғой. Масанчи бір жақта очень армейский гарнизон бар. Ол служить етіп кетті уже. Сол увольнение келеді. Ол кезде мен үй жалдаймын, Розбакиев Темірязыда. Увольнение келеді, біздің үйге қонады. Балдыз ғой енді. Бакалюктен бір 3-4 жас кіші. Тетелес өскеніз. Киімдерін шешеді, брат бір не бере салшы, аяқ киім бере сал дейді. Ойымда дам жоқ.
алам да өзім аяқ киім бере саламын, осыны киіп жүре бер деп ше. Ол достарымен кездеседі, дейді да қалаға шығады. Анау маған барады. Менің аяқ киім, оның аяқ киімі барады размер 40. Ол соны киіп алып жүрген, анда барған, бильярд ойнаған, короче. Түсінбейді ғой, короче. Сосын біраздан кейін маған звондайды ғой, братан, сен мына аяқ киім не зат дейді. Не болды десем. Ойбай, мен сол кезде есіме түсті ғой, сен ана набойкасы бар аяқ киім киіп кеттің ба, иә. Бәше мен жарты күн жүрген ғой, таңертең біздің үйге келеді, қонады, таңертең шығып кетеді, анда барады, кафеге барады, адам балалармен сөйлеседі, кездеседі. Ақсаңдап жүре берген ғой бәрі. Еще бәрі сұрайтын көрінеді, сен не болған аяғың ақсаңдап? Армияда тыныш па деген ғой. Жоқ, нормально дейді. Өзім түсінбеймін дейді, неге ақсаңдайтын. Но не болып кетті деп. Кейін сосын бір неге барғанда қараған ғой, мынау не зат өзі деп. Бана сен сияқты ше салыстырып. Содан кейін барып звондап тұр ғой маған, брат, мына сенің аяғыңда не деп. Сондай бір қызық болған. Әй, да күлә. Енді жалпы мен үйленіп жатырмыз. Ана Бакалектің үй жағына барамыз. Мен уайымым всегда мына сыртынан қаққан фигня ішіне мынаны кигізем ғой еще. Оны любой аяқ ішінен де ма? Иә, любой ескеп көр. Любой аяқ киімнің ішінде осы болады менде. Мен любой үйге барамын ғой, мысалы талпай қонақтық шақырады ғой. Мынаны шешіп аламын да салып аламын. Потому что жоғалтып алмау керекпін мен. Иә. Сөйтіп үйленетін кезде туфлиді шешіп Бакалектің үй жағына кіреміз. Ақтан дәмеуіз тигізеді, заттарын тиейді. Аяқ киім ұрламай ма? Бізде анда аяқ киім ұрлайды балдыздар. Аяқ киім ұрлайды да, ақша сұрайды. Аналар анда аяқ киімді ұрлағанда, ана қара бір жерде түсіп қалған ғой, короче, следи. Жоқ оны. Қайдан білемін менің мүгедек екенімді? Апалардың ондай мүгедек кететінін білмейді ғой енді. Кетті ақ жезде, манағы аяқ киім сатып аламын, ана ішінде қара қайда, түсінбейді, не қара, не қара. Ішінде қара следи болу керек, қайда сатып аламын, ужандай жынданып тұрмын ғой, 10 мың, 20 мың берем, туфлиді алып алғам уже бүйтіп қолыма. Қара қайда десем, олар түсінбейді, не қара, дерті құс сізге туфли дейді. Мына ішінде қара болу керек деп. Қайдан алдыңдар, білмеймін, біз ана жаққа бардық, мына жаққа бардық, соның артынан жүгіріп жүрдім ғой, қай жерге бардым, сөйтсем бір бетонның астына домалап кеткен ғой, сол жердің шетінде тұр ғой. Жарты сағат бүйтіп жүрдім ғой. Ой, менде бұл аяқпенен оқиғалар өте көп, айта берсең. Бірақ негізі бір нәрсе біз ескертуді ұмытып кетпіз. Бұл болған оқиға подкасты енді біздің киноға байланысты осы YouTube арнамызда ашылған арнайы жоба ғой. Бірақ бұл әлі де жалғасын ары қарай табады. Бірақ бір несі бар, ережесі бар. Бізде подкастта боқтауға болмайды. Мен боқтауға жатқан жоқ. Жоқ, негізі деген ол. Ойдан құрастырылған әңгіме айтуға болмайды және боқтауға болмайды. Қалған бәрі болады. Қайрекен, қазір ескерте кетейік, неге біздің киноға түскен жоқ десеңіздер, бұл кісі өте қымбат. Қымбат емес, просто бос болмай қалған шығармын. Қымбат актер. Жоқ, қымбат емес. Қымбат актер. Күніне 4 миллион деген не болды десең? 4 миллион деген қайда етпеді? Біріншіден осы подкастты пайдалана отырып құттықтағым келеді. Алғашқысы. Анаңызды ма? Осы нәрсені басында түсінбеймін ғой. Ана Инстаграмға любой бір видео саласың ғой. Осы сәтті пайдаланып, анамды құттықтағым келеді дейді. Бір оқимын, 2 оқимын, 3 оқимын, түсінбеймін ғой. Содан кейін біреу жазған сөйтіп, құттықтағым келеді, анашым туғаныңмен дейді. Астында бір оны барып Ақордаға айт дейді да. Содан кейін түсіндім ғой, не үшін жазып отқандар. Оказывается, ол да тренд болып кетті. Иә, ол да тренд болып кетті. Каланың ең алғашқы продюсерлігі. Бұл бірге? Режиссерлығына мен таң қалдым. Ана бір неде Инстаграмда көріп қалды, бір балаға айтып отқан кішкентай балаға. Вживайся, оңай емес деп ше, задача беріп. Енді бір күн болмаса бір күн бастау керексіңдер ғой. Міне бүгін бастау алды, Аллаға шүкір. 9-шы бұйыртса қарашада, қазан, октябрь ғой. Октябрь. 9-шы қазаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында сәтті болып шығатынына мен толық сенем. Өйткені состав өте мощный. Мен өзім соны көріп қалдым да, білейін, неге мына составтың ішінде жоқпын деп ше. Потому что андай күшті, состав күшті болса, бір жағынан кинода мощный актерлермен бәсекелес болады. Олар бәсекелесіп жүріп, ана киноның қандай шоколад қылып жатқанын өздері білмей қалады ше. Киноның нелері көп екен. Нұрсұлтан бар, Коко Джамбо бар. Коко Джамбо бар, сосын Мери
Мериде енді мықты актерлардың бірі ғой. Апайымыз бар. Ол Ернардың киносында ойнады ғой. Иә, Умри Умри біз ана Таиландта көрдік оны предпоказын. Ернар көрсетті как раз біздер Таиландта жүрген кезде. Енді Ханинга Лейла апамыздың Ол кісі өзі. енді примадонна. Ол қазақ театр тарихында ол аты жазылып қалатын актриса. Бүкіл қазақ енді Келінжан арқылы тануға апайымызды. Сондықтан да сәттілік тілеймін. Болған оқиғаның желісімен түсірілген кино. Мен енді шет жағасын несін білемін ғой енді историясын. Бұл жерде енді бір терең драма ғой енді. Барлығы оңынан болсын айналайында. Рахмет. Ретінде бата берейін. Енді өзіңіздің басыңыздан ғана өтпесе де, сол оқиға куәгер болдыңыз, или сол жерде болдыңыз, или естідіңіз оқиғалардан. Театрмен жүрген кезде өте көп оқиға болған білем. Пранктардан болса вообще күшті. Жоқ, пранк емес. Вообще негізі театрда ғой, бүкіл гастрольда ғой, қызықты. Короче, әзіл әлемі ғой біздің баяғы бастайтынымыз. Базар жоқ. Әзіл әлемі, ол базар жоқ. Я әзіл әлемі, базар жоқ. Сөйт, біз енді сахнадан айналып жүреміз ғой, ар жақтан. Өзіңе керек затыңды аласың да бері қарай келіп жүресің. Сөйтіп, Тоқаның өзі шығатын бұрышында не болады? Тоқа деген Тұрсынбек. Тоқа ше? Мен бәрін білем. Оқиғаның басқасында бәрін білем. Бірақ мен айтпаймын. Іштерің күйсін. Менің аузымнан шыққан ол қызық емес. Өздері айтады. Скоро. Во всех кинотеатрах деген сияқты. Бір баклажка, бір упаковка коламен парламент акваблю ғой. Тоқада. Тек коламен темекі ғой. Гастроль бойы енді өзім білмеймін енді, бірақ бір тонна кола ішетін шығар. Сөйтіп Қанат выступать етіп отыр. Сахнада жыртып отыр өзінің монологын. Бәріміз енді қараймыз ғой біздер. Бәріміз бір-бірімізді қараймыз. Қалай өтіп отыр енді, әр қалада қалай өтіп отыр. Сөйтіп қарап отырмыз. Тоқа ар жетті деп отыр. Сөйтіп қарап отырды да, чөт бірдеңе іздеді да, маған қарады да. Темекі бар ма деді да. Мен айтамын, бар дедім. Алып кеш деді да. Все дедім да. Ол ойлап бүйтіп, айналып алып келеді деп ше. Все дедім да, пачканы алып алып. Ортада жарып өтті. Қанат монолог айтып отыр. Қанат деп жыртып отыр ғой. Бір уақытта одан сайын қатты күліп кетті, Қанат түсінбей қалды да, маған қарады. Мен былай қарай темекі алып бардым ғой Тоқа. Сөйтсе Тоқаның түрін көрсең. Дейді ғой. Апарып бердім де. Не істеусің? Сен не істеушің дейді. Мен айтым, просто еріннің былай жүрген. Мен Тоқа десем. Саған айтқан мен жарымын дейді ғой. Ол басқа Қанат бірдеңе деген жоқ па, кетіп бара жатқан. Жоқ, Қанат шыққаннан кейін не істеушіңдер ол күледі. Ол Тоқа ойлаған жоқ қой, мен қақ ортадан басып кетеді деп жүр. Вообще тағы бір прикол болды. Өзіме қатты ұнайды. Біз Петропавлдан Астанаға пойызбен келу керекпіз. Сөйтіп пойыз сағат 11:30-да жүреді екен. 9:30-да жүреді екен да пойыз. Кешкі. Біз концертімізді бітіріп, бір сеансымызда тез барайық, 9:30-ға үлгере алмаймыз деп. Жетіп барсақ, оказывается, Петропавлдың вокзалы Россияның уақытымен жүреді екен ғой. Ол Россияның уақытымен примерно 11:30-да жүре ме сондай. Біз ана жерде 3 сағат қадалдық қой аэропортта. Отыратын жер жоқ. Ол кезде бір 10 жыл бұрын ғой, 2015-16-да. Короче, ит өлім болып пласкартпен неге келдік? Астанаға келдік. Таңғы 8-де түстік Астанаға. Күн суық бірмен. Шаршап бітіп келе жатырмыз. Бір 2 күн демаламыз да, одан кейін қайтадан Көкшетауға ма бір жаққа шығамыз, 1 күн демалып. Сөйтіп өліп бәріміз сумкамызды бүйтіп арқалап келе жатқан кезде бір Сыган апа жүреді ондай. Қолында бір бала, мен естідім томайым. 4 жасар қызбен келе жатыр да. Садақа берейін деп. Мен сумканы сүйретіп келіп, жана деп, как будто бір менің семьям күтіп алып жатқан сияқты. Ана 4 жасар Сыганды көтеріп, құда жүрегім деп қолыма іліп алдым да, сумкамды алып ары қарай кетіп барсам, артыма қарасам алалар ше.
деп шашылып жатыр. Ана қатын ше қайырсыра жүрген артынан жүріп кетті. Бер баламды бер деп. Түсініксіз тілі енді. Қай тілде екен ойлашы, оның өзінің қолында қандай бала бір жасар ма, 2 жасар, анау 4 жасар қыз ғой, соны көтере алдым, как будто мені әкесі ұқсап ше, менің семьям күтіп алып отқан сияқты ше. Бер баламды деп, таңғы 8:30 жыртылып қалғанмын ғой. естідім мен жаман жырдым сол Қанаттардың да приколдары бар ғой бізде енді уже соңғы бір 4 жылдай болып қалды ғой шықпағанымызға бірге театр болып ше. Иә. Сағынамыз көп жерде. Бізде Апрель деген дүкеннің республиканың бойында. Ол хит жер ғой. Апрель деген дүкеннің үстінде 4 комнатты үй болады. Білмеймін, біз сол 2011-12-де басталды біздің әзіл әлемі. Нағи ғой кезде біздің администратор. Сол апрельге келіп тығады. Суточныйымызды береді. Соның ішінде енді сен ойла 8 еркекпіз ғой енді. Медет келеді, Аманғали келеді, Ерболат келеді, мен келем, Қанат келеді. Армани бар ма? Армани келеді, Қажет бар. Кейде Ерлан Құлшынбаевтар келеді. Ананың іші бардақ қой енді еркек, кілең еркек. Короче, есік ашылады. Жолдан келдік қой. Есік ашылады. Үй бірден Бангладеш болып кетеді. Тап-таза. Ашылғаннан бастап па? Орамалы бар, әр кроваттың өзінің простынасы бар ғой. Тап-таза болып тұрған үй. Кірген бойда Бангладеш болып кетеді ғой. Мумбай болып кетеді да. Полный антисанитария ғой. Аяқ киіммен жүреміз. Ана ыдыс-аяқ үйіліп тұрады. Мусор. Вообще темекінің қабығы, баклажка, пивінің бутылкасы полный залда 6 күн жатамыз, 6 күн шықпай, вообще мусор төгілмейді. Анаң іші деген бар ғой, ана чрезвычайное происшествие деген российский каналдарда болады ғой. Орыстың үйін ашады ғой, бокмыштың үйін. Тура сондай үй болып кетеді ғой. Енді бәрі жұлдыз, ешкім бар мусор төкпейді ғой. Ешкім төкпейді ғой, жерде бір-біріне жұмсай алмаймыз ғой. Сөйтіп Көкшетауға гастрольға шықтық. Көкшетауға барамыз да келеміз. Қайтамыз иә. Астанадан Айгерім Қалаубай ұшып келеді. Ұшып келеді да бізбен бірге Көкшетауға машинаға отырады. Көкшетауда 2 концертті қоямыз, түнде қайтамыз 11:30-да. Көкшетаудан Астанаға жетем дегенше 4:30, Айгерімнің вылеті 7:30-да таңертең. Қайда барасың Айгерім? Жүр біздікіне дей салдық. Нағида, как раз балаларда жатарсыңыз, аржанда 1 сағат жарымнан кейін шығып кетесің аэропортқа дейді. Сен ойлаш, ана Бангладешке Қалаубаеваны алып келдік қой біздер. Қалаубаева үйді көрді да. Деді, сендер серьезно үшеде тұрғатсыңдар ма деді. Я, чо деді. Вообще. Сумкасын бит, осындай отырғышқа, сумкасын бит қойды да. 1 сағат жарым қозғалмай отырды ғой. Аэропортқа дейін ба? Үйге кірген жоқ даже. Потому что ана жерде жататын жер жоқ ана жерде вообще. Бытысып жатыр ғой, әр ком бытысып жатыр. Ерболаттың комнатасында кілең кемпірлердің киім жайылып жатыр. Галош, дамбал. Мына жерде Аманғалидікінде кілең, гир, андай тасын тартатын, кухня вообще сөз жоқ ана жерде. Ана жерде отыратын ине шаншасы жоқ. Кілең бомждың үйі ғой енді. Сағат жарым тіке отырды да. Айгерім жүрші, шай ішейікші. Еще біз таңғалып қоямыз. Айгерім неғып үйтіп ұстап отыр өзін деп ше. Кейін уақыт өткеннен кейін біз таңғалдық қой бірімізге. Біз тау Айгерімдан үйге қалып бардық қой білесіңдер ма деп ше. Деген күйіп сағат жарым отырды да, та-та-таң деп такси шақырды. Кетті ғой бөден ше. Сонда кейін Алматыға бір съемкаға ма 2 күнге барып келді да, кейін Қостанай жақтан ба қосылды бізге. Сол кейін айттық қой Айгерім ренжімеші, біз вообще ойымызда жоқ, бізге солай ыңғайлы сен. Мен просто таң қалдым дейді да. Сендер әзіл әлем болып тұрып, осындай үйде тұрасыңдар ма деп ше. Мен айтамын, ол бізге ЖК-дан да алып берген кезінде, Северный Сененден. Тоже солай ғой. Есікті ашамыз, кіреміз, Бангладеш қой бірден. Қандай квартира болса да? Қандай квартира болмасын. Элитный болса. Сразу Бангладеш қой, полный. Айгерім неге келіп жатырмыз ғой, гастрольға.
сөйтіп келеміз да жалғыз қыз ғой, кілең еркек, и Дос деген әнші бар ағамыз. Иә. Жүрейік бірге жан достар. Біз енді қатты ойнағып жіберген болып тұрмыз. Кейде асыра сілтеп, прикол ұстаған болып тұрмыз. Бәрі шыдаған ғой. 41 күн. 41 күн. Иә. 41 күн өткеннен Жарылды ма? Астанада концерттен кейін банкетте айтып жатыр ғой, мен сендермен 41 күн демалдым дейді. Қош. Мен кайфовать еттім сендерден, рахмет сендерге, сендер біз үшін үлкен мектеп болдыңдар. Тоқаға рахмет айт бәрімізге. Көп сөзді өзімнен өткіздім дейді. Сіздер до того менің андай көңіліме тиетін нәрселерді айттыңдар. Мен бұл коллективті іріткім келген жоқ. Күттім. Міне осы сәт келіп жетті дейді. Бақ кетші. Сен білесің ма, жерде бүйтіп айтқанды, бүйтіп айтқан. Соңында егерім кешірсе бәрін шығарып салдық қой. Сөйтсе апын бәрін жинаған ба? Қатты ренжімеген ғой бізге. Біз оны ренжімегенге ойлағанбыз ғой. Ренжімейік дегенсің да. Аттың басын жібере бергенсің ғой. Дай шанс болып тұр ғой сіздерде. Сөйтсе ол енді біреу театрына келіп тұрғаннан кейін, әнші болып келіп тұрғаннан кейін, ана жерде мінез шатақ шығаратын болсам дейді да, сендер настроениелерің түсіп кетеді, маған деген отношениелерің өзгеріп кетеді. Гастрольде онша емес болып қалады дейді да. И монологтарыңызға да уайыммен шығасыңдар. Просто гастрольде мен не в своем тарелке чувствовал. Просто мен үндемей отыра берейінші, қабылдай берейінші деп. Кейін 41 күннен кейін өзімізге шаптырдық апым. Сөйтіп өзіміз қалып қалдық қой. Сондай қызықтар болған. Арман да айтады, Аманғали всегда сондай ғой дейді, өзімен бірге бір сумкасына бүкіл гир, мир, скакалка бәрін алып жүрді, домалақтарымен. Күнде Аманғалиға айтамын ғой, Аманғали, ертеңнен бастап сенімен бірге тренировка бастаймын дейсің да. Жатасың ғой. Ол қасқа 10 минут соғады екен, қайрат, звондайды екен. Аманғали тренировкасын жасап, бәрі уже Арман айтады ғой, машинаның ішінде отырмыз дейді, Альфредтің ішінде. Аманғали ғана жоқ дейді. Спокойно барлық тренировкасын бітіріп, душына түсіп, сөйтіп келеді дейді ғой, асық. Ешқандай пайда бермейді сол, Ерболатты ғана нервына тиген жақсы көреміз біздер қанат екенбіз. Ерболат андай жынданады, ол еще несі бар. Ол постоянно айтады, қайрат, мен нервыма тимеңдерші, білесіңдер ғой, менде сахар бар дейді, ода сахар бар ғой. Сөйтіп, бір очередной гастрольден келатырмыз спринтермен. А спринтердің ең соңғы орны біздің театрдағылар ешкім таласпайды ол жерге отырамын деп. Потому что біз білеміз, ол жерде Ерболат жатады, ұзыннан жатады ол. Гастроль бойы спринтердің ең соңғы орны ол Ерболаттікі. Біз уже гастрольдің соңында, мына спринтердің соңынан бері қарай уже орын ала бастаймыз. Артта біз вообще отырмаймыз. Ол Ерболат өзі жатады. Ол Ерболат ұзыннан жатады ол. Гастрольден келатырмыз. Тоқа, әдем, зор концерт болды. Енді гастрольға енді шығып жатқанда материалдар енді пісіп жатады ғой. Бәріміз обсуждать еткен. Әдем, біз бір командамыз. Дейді ғой. Мынадай бірдеңесі бар мынадай шетінде. Біз жаман прикол ұстайтын еді ғой, қанат екеуміз ше. Бәріміз гастрольде отқанда кезде. Андай тоқа жоқ кезде шетіндегісін жат екен деп ше. Мен айтамын ғой, шетіндегісін алып тұрсаң, әзілдей алмай қалса дейді. Алшы басқа бір әңгімелерді айтса. Сосын қайтадан орнына қойып қойсаң дейсің да. Мынадай сүйел бар құлағының шетінде. Күшті. Қанат, сен Криштик Роналду сияқтысың. Роналду Криштик сияқтысың. Пас бересің, гол саласың. Сен кім? Месси сияқтысың. Кім? Аманғали, сен Балотелли сияқтысың дейді. Оказывается, Балотелли деген бір не бар екен ғой? Футболист. Қасық екен ғой? Не зауыр екен ғой? Андай жынына тисең, пас бермей далаға лақтып бір теуіп жібереді. Сондай. Сен Балотелли сияқтысың. Бақытжан, сен кім сияқтысың? Драгба сияқтысың. Қайрат, сен бір тағы да бірдеңе. Мидрович сияқтысың. Мудрович сияқтысың. Модрич сияқтысың. Әдем келесіңдер. Ең артында. Тоқа, мен кіммін сонда деп. Ерболат. Мен бұл жерде отырмын. Артта отыр, мен алдыңғы орында отырмын. Сен Криштиананың шешесісің. Ана жерде былай ұзыннан жатқан Ерболат қой, мен ана жерде мына жерде тұрып сөйледім оған. Сен Криштиктің шешесісің. Бүйтіп аяғым жосап еді. Бетімді алып үлгердім ғой. Машина спринтер тоқтайды, жарты сағат далада қырылыс төгілісті. Ол қарулы тәңір кемпір оғанмен ше. Ерболат ше.
ана басы қанына шауып кетсе бітті ол, тоқтамайды ол. Мен саған айттым ғой Қайрат, мен нервыма тиме, короче. Ей, болды, Ерболат, ойнап айттық құрсын. Жарты сағат далада қарылып тұрдық қой. Айдалада ма еще? Айдалада ойлашы, түн еще. Ойбай, бірақ бүкіл автобус шек етіп жарылды ғой. Ойбай. Криштианоның шешесі. Сен Криштианоның шешесіз деген. Сосын кейін Ерболат уақыт өте келе түсінді. Ой, іліп атсыңдар ғой, иә? Уже спокойно отырайын. Иә, кейін түсінді. Мен андай бір шығатын нем болды, монологым болды. Шығам, типа шапалақ ұрсаңдар. Осы қанат шықса, Тұрсынбек шықса, бәрің деп атасыңдар. Маған да бір шапалақ ұрсаңдар, мен қазір қайттан шығам. Сосын қайтып келгесін, шапалақ ұрыңдар деп сөйтіп. Әр гастрольде сөйтіп жүремін ғой. Сөйтіп жүремін. Бірақ та Қаскелеңге келдік. Қаскелеңде өтпей жатырмыз бірген. Тұрсынбектің өзі өтпесе, тез бітірді кетіп қалады да. Қанаттан жапар! Кетеді. Сол кезде уже түсінеміз. Зал тас болып тұр, ауыр. Значит, Тұрсынбектің өзі осылай болып жатса, зал ауыр. Қанат келеді да. Зал деген Шайқай ма? тас болып жатыр. Қойшы еді. Вообще. Түртпей жатыр. Түртпейді вообще. Сосын мен шығам да, басында үстін етесіңдер ғой. Сосын сөйтіп етсіңдерші, бір шапалақ ұрсаңдар, мен қайтып шығам. Деп кірдім дағына. Бүткіл балалар отыр. Зал ешқандай тас емес, өздерінің монологтарың слабы. Дайындалыңдар. Деп қайтып шығам да, 10 минут іррейтінім ше. 10 минут іррейім оған. Менде андай жоқ. Мысалы, қанаттар шығады, бір-екі түйшік өтпесе, басын аяғына ең мықты түйшіктерін айтады. Кетіп қалады. Сен? Мен басынан аяғына дейін тұрамын. Өтіп жатырмын ба, өтпей жатырмын ба. 10 минут тишина болса да. Осылай ма? Так конца ойнайсың ғой. Оның историясы бар. Сол кезде бір кетіп қалды. Жоқ па ана бізде театр әнде үйреткен ғой. Ол анда бір зритель болса да сен 1000 зритель ойнап жатқандай ойнау керексің деп. Ona шіріп атсаң кетіп қал дегенді айтты ғой бізге. Шіріп, қаңсып, иісіміз бықсып, уже до того мен бастап 3-4 жылда вообще өтпейтін ғой әзілелемде. Халық бүйтіп отыратын ғой. До того шірігеннен ше. Иіс шыққан залға иісі. Деп отыратын халық. Следующий деп. Кейін жайлап әйтеуір түсінісіп үйренісіп кеттік қой. Дауыншы бірден. Мен ана монолог оқитын болдым. Біз вообще негізі әзіл әлем театр келген кезде бірінші бір-бірімізге өтеміз бе өтпейміз бе соны тексеріп аламыз. Каждый өзінің идеясымен келеді. Ол кезде штурмовка дейді ғой енді. Так, мына әзіл саған өтеді, мына әзіл саған келеді, мына әзіл саған келеді. Бір-бірлерің әзіл ақтырасыңдар ма? Әзіл ақтырамыз. Бірақ бізде пока Шиман апа, Ерболат дайын болмайынша біз гастрольға бастамайтынбыз. Потому что бізде ключевой Тұрсынбек, Ерболат и Қанат қой. Ол Қанат өзгінің өзі тауып жүреді. Аманғали да күшті. Кіріп шығып жүреді. Аманғали ол өзінікін өзін тауып жүреді. Бізде Ерболат жазбайды. Бірақ Ерболатқа жазып берсең, бачысын шығарып қиратып береді. Оған тек бір 3 түйшік тауып берші, қалғанын өзі история қылады. Соған ойластырамыз біздер, бәріміз жабылып ше. Тұрсынбек айтады, Ерболатқа бірдеңе нетіңдерші, давайте Ерболатқа деп. Сөйтіп Ерболатты күшейтіп аламыз да шығып кететінбіз. Сөйтіп менде бір сондай бір момент болды. Бір монолог күшті шығып кетті менде. Жатып ойнаймын андай. Әжелеріміз скорый келсе жатады. Мұрат деп андай. Скорый шақырып қойдым апа десе, онда үй жинаңдар. Деген андай жатып ойнап, сахнада ғой енді ол. Концертке келген адам настрой концерт көре ғой енді. Сонымен жыртып келе жатқан кезде Абу деген бар, оператор Ақтауда. Қазір ол Астанада Қазмедиа жасайды хабарда. Ол андай кран түсіреді, ұзын крандар. Сол кезде ең шығып жатыр, 16-15-терде. Ұзын кран түсіреді. Өзі вообще оператор, Ғалымжан Жолдаспайдың досы. Сол айтады, бір тойдың есін кестіріп қойдым, екеуіңді $500 давай дейді ғой. Мен всегда айтамын, мен вообще тойда, мен жүргізейін тойды, бірақ менде выходқа жоқпын мен. Ана кеше Ақтауға келгенде оқығаным кайф кетті ғой деді да. Әдемі кетті, сонда жатып оқитын деп. Өтем екен де, өтеді деді да, ол уже ақшасын алып қойған ғой. Бізге $500 шығарып беріпті. Мен сол күні Құдайға риза болған, Қанаттың тойы болғанына ше.
Қанат айтты, сен басында выступать ете бер, мен Ақшұқыр деген жерге тағы да бір выходқа барып келемін, содан кейін сен келгенде мен выступать етемін деді. Сол кезде Керменбаевты бірінші рет көріп тұрмын тойда. Нұржан Керменбаев па? Қонақ болып келіп отыр ғой енді ән айтуға. Шығам да, Қайрат Әділгерейұлы дейді да. Мен, ассалаумағалейкум, баяғыда ауылда білесіздер ме, әжелеріміз ауырып жататын еді ғой. 500 адам каша болып отыр той. Кашаның кашасы ғой. Кәдімгі андай ынсаяқтар, Қашан соқтыру 500 адам еще. Қаланың сыртында болып отыр, Маңғышлақта тойхана. 500 адам. Сол кезде білесіздер ме, әжеміз шақырған кезде өтірік ауырып жататын еді ғой. Мұрат деп кәдімгі осындай кілемнің үстінде жатыр. Тойдың үстінде. Мұрат, уфаллай, ай Мұрат деп көзімді сәл көзім түсіп кетіп еді. Екі аяқ киім кетіп баратыр ғой былай қарай. Алдынан дік деп андай екі адам төрт аяқ кетіп баратыр. Мен жатырмын, ойлашы, 500 адам шулап жатыр. Сөйтіп что-то басын сәл көтеріп қалсам, ешкім қарап атқан жоқ қой маған, прикинь. Ан жақта әйел адамдар былай кетіп жатыр, еркектер былай. Мен неғып жатырмын дедім, өзім жаным ұшып кетті. Опущенный болып қалдым ғой, сөйтіп ойлашы. Орнынан аттым да, денсаулықтарың мықты болсын дедім да кетіп қалдым. 4-ақ минут болған жоқ қой выступать етіп. Бит бұрышта қарасам, Абуше анадай камераны ұстап алғанда қараң ғой. Деп жөтеліп күліп отыр ғой. Көзінен жас. Ана жерде Керменбаев күтіп отыр өзінің. Оған айтқан ғой, қазір Қайрат выступать етеді, содан кейін сені объявлять деп. Несін тамада Керменбаевтың алдында ойлашы. Керменбаев бірінші рет көріп тұр ғой мені еще. Осыншалықты абыройсыздыққа түсуге бола ма деп ойлаған шығар ішінде. Ол $500 бар ғой. Ой, содан кейін мен вообще номермен тойға шықпайын болдым. Вообще шықпайын. Выходпен ба? Болды. Вообще шықпайын. Басқарсам, бастан аяқ басқарам? Иә, басынан бастап басқарам, бірақ номер емес. Келіп, ол кезде бізде қатты опыт жоқ. Той басқарудан ба? 15-16 жыл ғой енді. Сен мұнда кірдің ба тойға? Мен 2009-да тамада болып кеттім ғой. Жоқ, тамада болдық қой енді, бірақ мынадай масса деймін да. Үлкен суммада қалаға барып той басқару жоқ қой бізде. Басқа қалаға деген сияқты ғой. 500 адамдық тойды көріп, бізді, короче, 2 жұлдыз деген ресторанға шақырды Қанат екеумізді. Құдалар Ақтаудікі екен деді. Бір Чимкенттің ағасы Алматыда тұрады, бірақ бизнесмен Чимкентте жасады 600 адамға. Чимкентте 2 жұлдызда ма, анау шығаберістегі? Ол кезде 200 жұлдыз деген. 2015-16. 1000 адам зият дейтін ба анау? Иә, а бізде басында Қанат екеуміз басқаратынбыз. Біз Нағи бар ғой. Қанат екеумізге той тауып беріп отыратын. Мен басын бастап берем, 2 тос берем да, Қанат 2 тос береді, мен аяғын бастап бітіріп берем. Қанаттың автоматы бар ма ол кезде жоқ па? Автомат қой ол сол кезде. Автомат, андай бір-екі ойындарын айтады, бір-екі тосын айтады. Ол кезде тілбайлық жоқ. Сөйтіп екеуміз аламыз да Шымкентке келіп, 2 жұлдыз деген ресторанда 600 адам. Құдалар Ақтаудікі, сендер батысты жақсы көреді, сендер деп алған ғой бізді. Бізде опыт жоқ. 600 адамды ысырып тастап, отыра беріңдер деп, бір-бірімізді тычкавать етіп жүрміз ғой. Ойлашы, Қанат жүргізіп жатса, мен микрофонмен отырамын да, Қайрат, Қанат, ет же, тұра тұр, қазір суысын деп ше андай. Өтте безалабырында ше андай. Біреудің тойының Біреудің қуанышына біз андай зардап шектірдік қой. шақырған адам өгініп. Тойдың несі кетті. Той бітті. Помощник жүрді қасымызда. Чимкентскийлердің помощниктері күшті қандай. Қалың бар сеттіміз жүреді. Соны расчет жасап жүрді. Біз күтіп отырмыз расчетті. Құттай ішкеніміз бар. Ірттік тойды. Енді андай тойды білмеймін енді. Мен тойдың еті болатын болсам, қаланың сыртын алып барып көміп тастайтын едім. Сендер ойлай беріңдер, қандай деңгейде той басқарғанымызды. Анау кіріп кетті бүткіл ағайындар. Ол енді авторитет адам. Ол Алматыда бизнесмен адам, Чимкент мойындап тұрған. Кіріп кетті. Бегелек шеке! Деді осы. Біз екеумізше бүйтіп қалдық қой. Жүдаш деп андай. Жүдаш шеше.
әшейде телевизор құртқан біз тойды вообще басқарамыз. Қойшы деді осылай. Тескам екеуміз бүйтіп қалдық қандай. Екі алған бала ұқсап. Деп андай помощникке қарап қоямыз қайта. Помощник бүйтіп тұр. Деді. Екеуіне бердім. Затан қайқайды деді ғой. Боқтады ғой явно. Боқтағанда енді барған сұмдық боқтады. Таза смашине шеңгелсілеп тұрып боқтады. Бергелеш! Мен андай. Ажыраш. Деген сөйтіп. Сосын помощник кетемін, бізге берейін ма ақшаны? Беретін мен осы ашыласы сондай. Кейін қояды деп, сөйтіп өрткеніміз бар бізді. Кейін сөйтіп қанат өзі үйреніп аяққа тұрғаннан мен бөлек кеттім, қанат бөлек кетті. Ал матушечка моя шықпас. Матушечка моя деп шықты. Ой, қанат деген. Тойдың басы кеше ғана ғой, жақында Светланада екеуміз басқарғанымыз. Тойдың басы ғой. Аше негізі қанат екеуміз басқарған той бардақ болады. Білмеймін почему-то. Бірақ біздерді шақырады да, бірге жүрсін, екеуі жатады деп ше. Мен оған сенем, ол маған сенеді да сонымен. Сол ғой. Әртеміз да. Ответсіз бір-біріңе беріп қойып жүре бересіңдер. Сосын кейін осы соңғы кезде айтатын болдық. 3 дос сенікі басында мен кіріспеймін. Бөліп па уже? Бірге шығамыз, 3 дос сенікі, 3 дос менікі болды. Ойында біргеміз, бітті. Кеше Қызылордада сөйтіп айтып жатыр. Нормально, бір-бірімізді түсінетін болдық. Сендерден кейін ертесіне мен бардым ғой сол жерге. Әділеттің ресторанда. Иә. Осы жақында. Айнұра 79 деген той ме еді? Қызын ұзатып жатты. Аккаунтты салып жатты ғой, сол кісінің аккаунтын белгілеп. Қызын ұзатып. Соны Светланада той басталды, ойлашы. Әдемі той, элитный той анау. Светлана ғой енді. Мен енді всегда сірә бастаймын и бата алып жатырмын. Батаңызды беріңіз, той шымылдығын батамен ашайық деді. Қанат ана жерде шетте тұр. Бұл енді үлкен кісілер көбісі андай қалтырап кетеді ғой бата берген кезде. Қобал жейді. Батам батпас, анау тұрған жерде жаттамаған дейді ғой. Микрофонға ма еще? Уже микрофонға. Ол маған ойнатып тұрған ол. Мен бүйтіп микрофон ұстап тұрмын. Батым кешіріңіздер, қобал жіп тұрмын деп еді, екі ортадан сразу жаттамаған деді. Зал? Ілгендер ілді. Жастар, вау, дегенде мен тұрмын. Ұзақ қонақ батасы. Бақырып күлгім келіп тұр. Амин дегесін. Жүгіріп барында қанат басын демес шығар. Келіп қалып дейді. Жаттамаған дейді. Ой, Алла. Қанаттың бұрқ өткізетіні көп қой тойда. Шығат сразу. Ол да бұрын анау ше, анау видео қаттарып кетеді ғой, содан кейін қанат той иелері. Қазақстанский бренд. Қазақстанский бренд деп берген ғой құдағиына. Мынау алтын қазақстанский бренд. Соны мен құдағиыма тағып берем деп Шымкентте тағыпса, ашылмай жатыр да несін. Қазақстанский дедіңіз ба? Ашылмай жатыр дейді ғой. Шаман жыртылып қалдық. Жоқ, анау видео ше, қанаттың. Мынандай арақ қойыпты. Иә. Кететін шығар, мен бұда ішпеймін ғой дейді. Ана Сабыржан айтып тұрған. Албасты. Қатты өтті сол маған негізі. Мен негізі абсолют ше мо дейтін да. Жоқ, ана сенің официантқа 250 мың ба, 300 мың жинап берген 250 мың, еше бір қой кетті ол официантқа. Құтақ қандай қыз 16-ға келіп жатыр ма? 17-ге толып жатыр сол күні. Не үшін ол болды ондай? Жоқ, короче, бұл бір ойын ойнатқызып жатыр, білмеймін, официантқа не келіп қалдың сен сол? Жоқ, қандай, короче, бүгін келген қонақтарға той иесі айтты, кез келген ресторанда кім бар, соның бәрін көңілін тапшы деп бастайсың ғой, подводкасын. Сіздерден ерте келіп, сіздерден кейін кететін жандар бар, олар официанттар деймін ше. Сөйт, енді қазір бүйтейік, той иесінің атынан ойын ойнатып болсын, содан ақша алып қаласың да 10 мың теңге. Сөйтесің, айтасыз, қазір осында отырған қонақтардың қай столдың официанты қалай жұмыс жасағанын сіздердің көңіл күйлеріңізден байқаймыз дейміз да. Сосын той иесі музыка біткеннен кейін мына столдың көңіл күйі күшті болды дейді, соны официантын шақырып аламын, соны 10 мың теңге беремін деймін ғой. Ал кеттік, музыка дейміз ғой.
бүкіл ресторан көтерілді ғой кәдімгі. 500 адам еще Қарағандыда. Ана новый ресторан бар ғой. Ариста. Жоқ, Ариста емес. новый. Кейін новый ресторан ашылды. Четкий ресторан анау ше. Акустика бәрі 500 адам отыр. 500 адам. Каждый өзінің столының официанты. Өзінің стол. Бүкіл, например, 48 стол ма, например, 48 столдың бәрі тұрып кеткен ғой, короче, примерно. Музыка өшті да. Той иесі қай стол деп еді? Той иесі құдалардың стол деді. Главный құданың стол деді, короче. Сөйтті да, главный құдалардың столының официанты келсін деп шақырдым, короче. Ана қыз келді да, осыны танысып отыр, есім осындай, бірдеңе үйде неше ағайындысың, осындай қара ошақтың тумасысың ба, және туған күнің нешедесің дедім, короче, жасың нешеде дедім. Жасым 17-те, туған күнім бүгін 17-ге толып жатырмын деді, короче, сол жерде. И халық сразу кәдімгі. Міне, туған күн деді. Біреу 50 мың, біреу 20 мың. Құда бастап берді сол жерде. Той иесінің атына 10 мың теңгені бердім. И сосын ана жақтан кәдімгі новый құда келді, өзінің басқа құдасы келді. Ол 10 мың теңге беріп бастап кетті. Ана жерде отырған халық уже құда беріп отқаннан кейін жан жақтан кетті. болды уже. Ана қыз вообще көзі бақырайды. Еще сол қыздың историясын айтып берейін, короче. Ол қыз бірдеңеден ақшадан, и сол оқиғадан кейін сол ресторанның администраторы айтып беріп отыр маған, короче. Официанттарды айтып отыр да, короче. Не қатты ақшадан қысылып жүрді дейді, короче. Мамасына ма, то ли үйіндегі ма, біреуге қатты ақша керек болды. То ли бір ауырып қалды ма, түсінген жоқпын, бір дәріге ма, бірдеңе. В общем, срочно ақша керек. Срочно ақша керек болып, 5 күн тоқтамай жұмысқа шығып. Оларда андай ғой, бір күн істеп 2 күн демалады деген сияқты әңгімелер бар ғой. Ол сұранған ғой администратордан, мен шығайыншы 5 күн бойы. Күнде шыға берейінші, маған ақша керек деп ше. Сөйтіп сұранғанда ана официант 5 күн бойы, сол күн 5-ші күн екен как раз. Сөйтіп жұмыс істеп келе жатқанда, короче, құдайдан тілеген ғой, күнде тілейді дейді. Қалай есебі? Иші андай ғой, официанттар айтады, күнде сұрайды дейді құдайдан дейді, ол кісі дейді, оғыз дейді да. Құдай осында көмектесші маған деп дейді да. И сол момент маған түсіп қалады, короче, сол қызға. И ана қыз, білесің бе, дірілдеп тұрады ғой. Иә, дір көзі барақтап. Жылап жатыр еше кәдімгі еше. Сөйтіп дірілдеп тұрған себебі, оказывается, бас жазбаған екен. Ана жерде қандай қызға сол жерде халық 350 ма 700 қомақты ақша жинайды. И еще тиктокқа, инстаграмға салды, мен қатты тарап кетті еще сол нәрсе. Ну, бүкіл халық жазып отыр, что ана қызға жақтан көмектесіп бердің ғой, қиналып жүрген кезін деген сияқты. Енді Қайреке, уақыт жоқ заманда уақыт тауып, арнайы біздің өтінішімізді жерге тастамай, жігіттер істеріңе береке деп жобаларымызға ат салысып келіп отқанда рахмет. Гонорарым 17-ші iPhone. Бір аптадан кейін бұйыртса біздің главный киномыз шығады, болған оқиға. Сол болған оқиға киномыздың көрермені көп болсын деп тілейміз, көпшіліктің көңілінен шықсын деп тілейміз, және де сол предпоказға 8 күні міндетті түрде келеміз. Жеңгемізбен бірге қол ұстасып, біздің киномызды көріңіздер. Осы ретте Кала, Няшка, Нұрболхан, ештеңеден қорықмаңдар, сәттілік, аудиторияң бар, сенің де аудиторияң бар. Сен оған дейін мысалы еще біраз киноларда ойнап, өзің актер ретінде көрсеттің. Енді дебют қой сенің режиссер. Бірақ енді нәтижесін көргеннен кейін бар. Бағалайсыздар. Өзінің көрмей жатып біздер андай, көрмей жатып, естімей жатып, бірден бағасын беріп, орнына қойып тастаймыз ғой. Онда да сәттілік, барлығы жақсы болады деген ниеттеміз. Жоқ, бұл кино күшті болатын сияқты, потому что мен түскен жоқпын ғой. Сол күшті болатын сияқты. Арасында бір эпизод болған шығарсың? Вообще болған жоқпын. Жоқ, түсіреміз деп ойлағанбыз. Сонымен бұл кісі енді өзінің семейный жаңалықтарымен жүрді да. И сонымен сол маңыздырақ болды негізі. Мен киноға келіп, мен каша қылмай қойын, 70 адам мен бетіме қарап күтіп отпасын, өздерін түсе берді. Ол да жақсы. Ол да өзін білетін адам өзіне көп алмайды да өзіне. Сол дұрыс та. Өзінің шама шарқысын орын берді. Мына кісі звондайды ғой маған. Осылай гендерпати деп. Мен бірден мен айтамын да, не қыласың ел? Кала, не қыласың сен? Тып-тыныш туғаннан кейін нетші құрсын, өзің зорға күтіп отырсың деп. Бірінші жаңалық бар деді ғой, қуанып қалдым. Қойшына деді. Ар жағында гендерпати деген бірден ашуым келіп кетті. Не істейсің? Сөйтсем мен емес, бәрі сөйтіп айтқан екен ғой оған. Біраз адам айтты, гендерпатияның өзінің ішкі несі. Бұл қанша адамның гендерпатиясына барады, өзі гендерпатия көргісі келеді. Соны қалауы деді да, все. Сондай болған оқиға деген кинодан бір әсерлі, өздеріңізге бір ой түйетін, әр адам өзінің сұрағына
жауап алатын керемет кино туындыға келіңіздер. Міне буквально бір апта қалды ғой. Енді күні түні Құдайдан тілеп жүрміз, көпшіліктің көңілінен шығатын Иә, кино ойладым. болса екен деп. Және солай шығу үшін бізде барымызды салып әрекетіміз жасадық. Сәттілік. Бұйыртса, санаулы күндерден кейін барлық Қазақстанның кинотеатрларынан болған оқиға фильмін көріңіздер. Және де Қайрат Әділгерейге алғысымыз шексіз. Рахмет. Лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, келесі кімді көргілеріңіз келеді осы жерде есімін жазып кетіңіздер. Келесі фотосын көргендеріңіз келсе, онда айтыңыздар Тұрсынмен. Ана, қайда менде бар ол фото, сенде бар ма? Бар. Менде бар ғой.